Қойдың сүті қорғасын, ешкі сүті ем деп қазақ халқы ешкі сүтінің ағзаға пайдалы екендігін ерте заманнан ақ білген. Ешкі сүті А, В, С, Д, Е витаминдерінің басқа да микро және макро элементтерінің қайнар көзі болғандықтан адам ағзасына өте пайдалы. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін тиімді табиғи дәрі болып табылады. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ешкі сүтінің сіз білмейтін емдік жолдарын толық білетін боласыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімі жақпайтыны бәрімізге белгілі. Бұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды. Себебі сиыр сүті аллергияны қоздырушы, бірақ ағзаға сүт қажет, оны 100% ауыстыра алатын өнім ешкі сүті. Мұны түсіндіру өте оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды. Сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ағзаны қалпына келтіруге көмектеседі. Ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен. Сондықтан адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылады. Ол түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Онымен қоса ешкі сүтінің құрамында калийдің мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан тамыры жұмысына өте қажет. Сүйекке пайдасы. Ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы витаминдер тобы жеткілікті. Сондықтан дәрігерлер балаға 1 жасынан бастап арахит ауруының алдын алу үшін және оны емдеу үшін ешкі сүтін беруді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерлер мен ғалымдардың дәлелдеуінше, бұл ешкі сүтін сүйегі сынған адамдар күніне 1 стаканнан ішіп тұрса, сүйегі бітіп қалпына келу процесі 2 есе жылдам болады. Ішек диабактериозында ешкі сүтінен жасалынған өнімді ішек жұмысын қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Сондықтан бұл дерттен емделу үшін ешкі сүтін ішіп, одан жасалған өнімдерді тамақ рационына енгізіңіз. Асқазан және ішек ауруларында асқазан ауруларының кез келген түріне ешкі сүті пайдалы. Оның құрамындағы лейцозин асқазан және ішектегі шырышты қабақ жараларын емдейді. Асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандырып ерекше қасиетке ие болады. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтін ішу арқылы емделетін мынандай амал көмектеседі. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің шикі 1 стакан сүтін ішіңіз. Содан кейін әр кезде ұрттай жүріп, кешке дейін 2 стакан сүтті тауысту керек. Емдік курс 21 күн. Ешкі сүті диатез кезінде көмектеседі. Қазіргі кезде көптеген балалар мен балалардың ата-аналары диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы мен оның емделуі ұзақ уақыт алатындығын ата-аналар жақсы біледі. Бұл дерттен ешкі сүтін ішіп 1 жола арылуға болады. Дәрігер педиатрлардың анықтауынша ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан балаларға ешкі сүтін беріп түрлі аурулардың алдын алған дұрыс болар. Ұйқы безінің қабынуында бұл дертке шалдыққан науқас күніне жарты литр сүтті тамақ алдында 2 ай бойы ішуі керек. Халықтың медицинасында қант диабетімен ауыратын науқастарға ешкі сүтімен жүргізілетін емдік тәсілдер өте көп. Соның бірі мынандай. Күні бойы әр 2 сағат сайын ешкі сүтін үзбей ішіңіз. Мұны аптасына 1-2 рет жасау керек. Бірақ мұндай ем жүргізген кезде дәрі-дәрмек қабылдауға болмайды. Ешкі сүті қатерлі ісік ауруларының алдын алып, оның жеңіл түрлерінен айықтыратын қасиетке де ие. Сондай-ақ иммундық жүйеңізді нығайтады. Ешкі сүті жүкті әйелдер мен емізулі балалар үшін керек қорек. Құрамындағы витаминдер, микро және макро элементтері ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ондағы кальций баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізеді.
болашақ ананың тістерінің түсуі және тырнақтарының сынуын болдырмайды екен. Ал емізулі әйелдер күнделікті ешкі сүтін пайдаланса өзінің ғана емес баланың да ағзасында витаминдер қоры байытып сүйектерін қатайтады. Ешкі сүтін үзбей ішетін емізулі ана қан аздық дертімен витаминнің жеткіліксіздігінен зардап шекпейді. Артық салмақтан арылғысы келетіндерге де пайдасы бар. Ешкі сүті майлы болғанымен ағзаға май жинамайды, ал құрамы витаминдерге өте бай. Бұл сусын диета ұстап жүрген адам ағзасын түрлі витаминдермен қоректендіреді. Терідегі түрлі бөртпелер мен дақтарды кетіруде ешкі сүті табиғи тазартқыш құрал болып табылады. Шикі сүтпен бетті сүртуге болады. Сонымен қоса ол теріні ағартады. Шашты жуған кезде ешкі сүті қосылған сумен шайып тұрса, шаштың түсуін тоқтатады екен. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 витаминінің құрамына кіретін ковальттың мөлшері 6 есе көп, ал калийдің мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне оңды әсер береді. Калий мен магний ағзадағы зиянды элементтерді стронций мен радикулитті шығаруға көмектеседі. Сондықтан әсіресе қала тұрғындарына ешкі сүтін ішуге кеңес беріледі. Магний жетіспеушілігі қауіпті ауруларға соқтыруы әбден мүмкін. Адам ағзасы тәулігіне 400 мг магний қажет етеді. Осы қажеттілікті ешкі сүтінен алса, холестеринді азайтып, бүйрекке тас жиналудың алдын алады. Сондай-ақ қан қысымын қалпына келтіреді. Ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауыратын адамдарға ем ретінде ішуді ұсынса, Ибн Сина айналасындағыларға қартайғанда балаларының алдында мүсәпір халге жеткілерін келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп оның ағзаның саулығы мен ұзақ жасауда пайдасының зор екендігін атап өткен. Америка құрама штаттарының пікірінше, ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда адамның физиологиялық қажеттіліктерін оңтайлы қанағаттандырады. Авиацина жерлестеріне кәрі жасқа жеткенде ешкі сүтін ұдайы пайдалануды ұсынған. Ежелгі аңызға сенсек, найзағаймен алысқан Зевстің өзі Амилтия тәңірді керек етмек ешкісінің сүтін ішкен. Әл-Фараби ешкі сүті туралы ең тұрақты деп жазған. Емдік қасиеттерін күшейту үшін оны түрлі қоспалармен, көз бұршағының бұлыңғыр тартуына қарсы күнжітпен, іш өтуге қарсы теңіз тастарымен, арпа жармасымен қайнатқан екен. Ем болсын. Арнаға тіркеліп видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.